Короче, мына шетінде қазір көтергеніміздің себебі аны келтіру. Қазір әжептәуір келіп қалды. Бірақ бұл жердің бәрін құрту керек болып тұр. Артқы жағы да сондай болып тұр екен. Жиналып мына жері отырып қалған мына жері. Сонда келтіру керек болып тұр. Іштен қоямыз ба? Короче, қазір артқы жағынан қараса әжептәуір келді, бірақ мына жерін келтіруіміз керек болып тұр. Тартуымыз керек. Екі шетке жыртып тастауымыз керек. Короче, артқы жағы страшно кеткен екен негізі. Әжептәуір. Көз көріп тұрсыздар ма? Примерно приблизительно қып да 3 есігіне осып көреміз. Қаншалықты майысып кеткендігі мына. Бұрынғы жері осы аумен басы бірдей еді. Қазір көтеріп қалды. Мына домкратын алып тастаймыз. Көретін боламыз. Бірінші очередь артын тұрлайық. Араздап не деген мынау страшный болып кеткен. Кейін көреміз. Қазір былай айтқанда мына осылай көтердік. Мына есігімен бірдей болып тұрады. Өйткені ауданғаннан крышада есігімен бірдей болады ма? Жабылмайды. Так, біздің ең главный келтіретін жеріміз осы екеуі. Соны келтіріп алсақ, қалғаны құдай қаласа, астына екеуін былайынан апару керек. В общем, мынаны былай қарай келу керек. Ол жерлер уже қиын емес деп ойлаймын. Мынаға қарағанда. Мынанікі келіп қалған осылай болып тұр. Через былайынан бір-бірінің үстіне мінбесіп шығып кеткен еді. Қазір осы жабылмай қалды. Енді не істеу керек? Мынаны былайынан бүркілес болатын болды. Сонда да жабылайын деп тұрған жоқ. Страшный болған бірақ, страшный болған. Істейміз, басқа жоқ. Багаж кеше мынаның үстіне шығып кеткен да. Бұл келшетін көрі мынандай болып кеткен еді. Енді бұлай емес, осылай шығып келеді. Енді қазір маман кеттік. Енді қараңыздар бір деңгейге көрсек болады. Қазір мыналар ойнап кеткен. Мынау теп-тегіс болу керек. Оны қаяқтан білсеңіздер, мына ішіне қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Бер шеті екеуі де тіп-түзу болу керек мына. Іші түзу, сырт түзу емес те, короче, екеуі де. Мынау екеуі бір-біріне жақындаған. Мынау удар болған, мынаның удар кеткен, ажетінің удар. Сонымен жиналған, короче. Осыны біз екеуін екі шетке ашуымыз керек деп, паректабат етіп, үсті жағында тұрмай жіберуіміз керек, мына екеуін. Короче, сондай көз кетіп қалған, қай жерден бастауын да білмейсің ғой. Енді мен қазір арт жағынан бастап жатырмыз. Левчасын ұрып жатырмыз. Қазір мынау арт жағы түсіп кеткен еді. Лазерға атып көрдім да. Әжептәуір қанша сантиметр түсіп кеткен еді. Қазір почти 1 сантиметр сәл жоғарыда болып қалыпты. Оны түсіруім керек болып тұр. Өйткені 4-5 сантиметр өтіп болмаса 4-5 сантиметр көтердім ғой. Так. Мына мысалы 8,5 дейікші грубо. 8,5 жетпей тұр ғой. Бер шеті айтайық 7,5 мысалы. Сонда почти 1 сантиметр 9 миллиметр разница болды қазір. Мынаны түсіруім керек. Көтердім ғой мен домкратты. Өйткені мына асты жағы бәрі жабысып болған еді, астынан қарай удар болғанда 1 сантиметр артымен көтеріп жібердім. Енді түсіруім керек. Жайлап келтіріп алдым бір шектен. Дәл мына осыдан айтып кетті мына. Резинаның қалай ұрып тұр? Мына шетін қараңыздар. Резинаның почти ұшына ұрып тұр. Мына шетінікі былай ұрып тұр. Ол получается мынау жоғарыда. Айттым ғой жаңа мына жерін түсіру керек. Осы түсіру керек мына. Екеуінің резинкасы даже разница беріп тұр. Өйткені разница берсе бәрі разница беріп кетеді. Мысалы десек, қалай десек болады? Мысалы, мынадан өлшейтін болсақ, где-то мына центрі мына болып тұр. 9-да осы шаман екен ше. 9,5-ға жетпей тұр ғой. Қалай десе, мына үстінен өлшеп көрейік па? Сондай болмайды екен. Қай жерінен өлшесек болады? Бір қолмен не болып тұр да? Оған сондай болып тұр ғой. Асты жағынан алақ па? Асты жағынан алсақ. Бұлай қылайшы, 9-ның үстіне ұрып тұрған ау. Сонда 8-де 7 болып тұр. 8 сантиметр 7 миллиметр болып тұр. Бұлайынан енді. Так, мынанікі 8-де 7 миллиметр болса, почти 10 болып тұр мынада почти. Сонда 1-де 4 миллиметр. 1-де 4 бұлай болсақ. 1-де 4 жоқ. Ол жерде 1 көрсетіп тұр ғой, мынандай. Сонда мынаның сызығы 4 миллиметр алдырып тұрма, сондай болып тұр. Қысқасы грубый жерлерін келтіріп алайықшы қазір. Мынаны келтіріп бірінші. Мынаны сосын көреміз. Осы келтіреміз. Екеуі бұл орын тұрладық. Домкрат қойдық. Екі шетіне. Мына шетіне тұрлап қойдық оны. Енді ректабат еткен жоқ. Сұрақ қойдық. Мына жерде курсмелер болады екен оны. Мына жерінде тұрлап қойдық мұны. Оны ректабат еткен жоқпыз. Өйткені қазір сонша жұмыс істеп, мына ректабатқа етіп отыруға уақыт жоқ. Пока что жоқ та. Өйткені біз істейтін тірлігіміз толып тұр. Мына артын бірінші левчасын келтіріп алдық. Потом қалғаны евроны да құдай қаласа.
крылана ошибкасын алып тастадық. Машинаның крышасы жоқ, кабриолет. Мына жерін чорт кесіп, іштен контактын ұстататын боламыз. Біз крышасын қоямыз, алдындағы крышасын. Так, алдындағы ливерлермен аттық, точно тұр. Мына жерін кейін істейтін болдық, мына алып тастап. Мешетте сондай. Мына жерін жамаймыз, мына жері қатты контактын. Сыртын вообще бачинасын кейін ауысып тастаймыз. Ішіні варт етеміз, мынаны варт етеміз. Андан да сондай, екі шеті де сондай болады да. Бір шеті, короче, крышасын бачинасымен киілуі керек болады. Ол крыласын отдельно қоятын боламыз. Қазір бірінші крышасын қояйық орнына. Қазір кесілген жерлер примерно нені мынаны қойып қойдық, бірақ точно кескенбіз негізі. Осының үстінен киіліп, қараңыздар, мынаның ішіндегі тағы бір слой онда бар детеміз. Кейбіреулер видеоны көреді, ана сыртқы қабығыны 70-ті, іштегі 70-ті сыртқы қабығыны істеді, іші қалып кетті дейді. Мына іштері по контактын орылады, іші как положено. Енді жігіттер қараңыздар, бұл жерде видеода былайынан түсіріп, қалай варит етіп отқанын түсірмейтін шығармыз енді. Бізде ақылы емес қой, мына сыртындағы бір слойын варит етіп, ішінде қалын қалдырып кетіп, мынаны варит етіп қоя салатын. Кешегі 70-ті, мынау стига сырты бір-біріне тиіп тұреді. Бұның сыртыны өзінің қабығына өзінің сварк еледім. Ішкі жағыны, мына жеріні бұлайынан кесіп алып, іштен варит етіп, мынаны қой варит еткем. Негізі қазір іште тұр, көрсетейінші мен. Біздің дана 70-ті грунтоват етіп қойған, бірақ өздері қазір жоқ, грунтоват жасап істеп кеткен да. Қараңыздар, мына жерін кескен кезде, мына сыртындағы қабығының сварк еледі, ішіндегісіні жарып тұрып варит еткем. Қалай көрсетеміз енді оны сіздерге. Қаршетін көрсейін. Көрдіңіздер ма? Ішінде де мына шпаклевкой сүртіп, грунтоват етілген. Мынау слой ішіндегі несі варит етіліп, сөйтіп істеген мұнан. Бұлайынан, мысалы, жағына қазір видеоны бұлай кесіп алған, төрт бір шығып, мынаяқтан шофт түсі, ішін полный іштен варит етіп шықтым. Кейін оны жауып, оны варит етіп шықтым. Мынаяқтан кескен жоқпын да, екі шофт істеген жоқ, бұл сыртқы жағында бір шофт кетті болды. Оны тұрып алып, енді екіге бөлініп кетеді. Мына жерге келетін болсақ, мынанда сыртқы жағы осы жерге дейін бір слой, мына астында бір слой болып келгенде, мынау қалың слой мына ішіне кірген. Мынаның ішіндегі кішкене болгаркамен аштым да, ішін осы жерден бастап, мына жерге дейін ішінде варит етіп, сыртын варит етіп тастаған. Негізінде да. Былай қарайтын болса, жұрттар ойбай, шәкең сыртын варит етіп, іші қалып кетті дейді. Жігіттер, рахмағымыз, біреудің машинасы, Құдай сақтасын, трассада жүреді, ішінде бала шағасы болады. Енді не дейміз, алдын варит етіп қойып, мынаны алдын варит ететін болсақ, алды бөлініп кететін болса, арты көті қалып кететін болса, мынау шофер мен пассажир кетті, артынан екі адам қалып кетті берді. Жігіттер, ондай нәрсе болмайды. Құдай қаласа, қорықпай, мініп, кайфуша етіп жүретін машина. Короче, ол әңгіме ғой просто. Әңгіме жоғына әңгіме, короче. Не десе, екіге бөлініп кетеді. Ешқашан Құдай сақтасын, екіге бөлініп кеткен машина болмаған. Құдай қалса, бұдан кейін де болмайды. Қараңыздар, бұл жерде мынау зазор киіп тұр. Негізі, мынаны мен өлшеп кескем ішкі жағында. Қазір бұл ішкі жағын мына варит етеміз, сыртын крыла кигіземіз, мына басқа крыла бачина алып келтіргенбіз. Мына жерде зазорчығы нормальный болып тұр, аршеті уже қысылып тұр. Ол дегені крыла көтерілу керек, или болмаса мына есік астына қарай түсу керек. Есік астына қарай түссе не болады? Қызық болып тұр. Мынаусында мына бір-бірінің бетімен бірдей болып тұр. Кескен нәрсем өзі законы кесілген мына негізі мына. Екеуінің как положено аршетінде қара краскелеп, сол қара точкасымен кескем. Не дейміз басқа? Так жаман емес, закон болып тұр. Мына шеті кесілген сырт жағы. Оны несін алатын боламыз, патчинасын. Biraz сколктың хозяйына звондап тұр, лавойны айтып тұрмды. Бет шеттеріне сөйтіп отырғызатын боламыз, отырған жоқ әлі. Мынаныкі де тоже самый сондай болып тұр. Мына сыртқа шығып тұр, короче. Байнан келу керек, бұлай болса. Бұл жерде зазорчик бар, законы бұл жерде. Бұл жақ. Мынаны тұрлауымыз керек, мына. Короче, артта мына алда сондай болып тұр. Мына ішінде точно кескенбіз. Ол енді жұмысының берекесін берсін, не дейміз. Мына шеті көбірек ашық болып тұр. Неге деген сұрақ туындап тұр. Бұны көре саламыз Құдай қаласа. Мына, короче, мынасын кеше алып келгенбіз. Сверлит етіп, осыны ауыстыратын боламыз. Мынадан. Оны сверлит етіп дайындап қойғам. Так, мына есігі что-то қатты жабылып жатыр. Жай жапсақ жабылмайды. Вообще, как будто бірдеңе тіреліп қалады. А так, былай қарасақ, бәрі нормально сияқты. Енді, мына жалғанатын жерлері. Енді бұл осы жерге дейін алды жанып кеткен машинаныкі, короче. Ештеңе етпейді. Ештеңе етпейді, короче. Бір сол несі болмаса, мына өзінің темір тұрып, просто қарай қалған болды. Пластмасс жағаннан қарасы ұрып қалған да. Осы патчинаны саламын осылай қылып. Осыны саламыз да, мына жерден белгілеп аламыз. Негізі мына жерден сваркілейміз екі шетін. Мынаныкін осы жерлерден ауыстырамыз приблизительно. Багажник. Багажникті примерно кеп тұр. Мына зазоры. Сәл үлкендеу болып тұр.
Ол мынасын келтіргеннен кейін келеді ол, по-любому. Бұны, короче, бачинасын бір шетін полный ауыстырамын деп едім. Жоғарысында көрсем, әдемі болып келеді, келесі ше. Осы келесін бұзбай қоя салайын дедім да. Өйткені бәрібір. Мынау заводской үйінше тұра берсін деген. Мына ішін по контактын ұстатып қойдым. Приблизительно. Бұны бар кетем да, ішінен бүйтіп екі темір қоямыз. Бұлайын жалғанған жеріне ішінен ше. Оны да кейбіреулерін видеоға аламыз, кейбіреулерін жоқ. Ол жасыратын нәрсе емес. Кейбіреу айтады, ой, Шәкең сыртын варт етті, мынаны варт етті, оның ішіне варт еткен жоқ дейді. Бұның іші болмайды, болғанда да мынандай үш слой бар. Қалай варт етеді дегенде, іші варт етіледі, сыртына екі слойын ұрамыз. Сыртынан. Біреу ашықтау болады, ішіне құйып аламыз да, кейін сыртын құйып аламыз. Болмаса, мұны ішін кесіп алып, ішіне құйып, сыртын былай құйып, үшінші слойын мына іштен ұрамыз да, былай айтқанда. Әртүрлі ғой, әркімнің жұмысы әртүрлі, әркімнің планы әртүрлі да. Оны көріп алатын арасын варт еткен жоқ, көті үзіліп кетті, көті қалып кетеді, алды мыняқа өтіп кетеді деп. Короче, бұлай ғой, ортадан жалғаса, артындағы адамдар типа қалып кетіп, шофер алдында кетіп қалады. Олай емес, біз жалғайтын болсақ, тура осы жерден жалғаймыз. Чтобы пассажир отырады ғой, екі адам. Мына шофермен, короче, мына пассажир төртеуі де бір жерде қалатын қып істейміз. Алды бөлініп кетеді, шофер артқы пассажирмен бірге қалады. Арты бөлек болады. Сонда сіздер артында отырып, алдындағы шофердің желкесіне қағып қойыңыз. Біз сізбен біргеміз деп. Шошып кетпесін да, бір өзім қалып кеттім деп. Сөйтіп, алды бөлек, төртеуі бөлек болады адам. Сіздер уайымдамаңыз да, артта отырған адам алды бөлініп кетсе, мына шофер кетіп қалып, біз қалып кетеміз деп. Шоферді сіздерге тастап кететін қып жалғаймыз, рөл, мотор кететін қып жалғаймыз. Жігіттер, бұл кішкене әзіл, бірақ атак, мұнаны қараңыздар, заводской жалғанған. Көрдіңіздер ме? Мына жақтан бір сварка, мынадан бір сварка, мынадан төрт жерінен сварка. Тура сол сияқты кеткен. Мына жақта одинарный болып келеді бүйтіп. Жалғанған ғой. Қалай қорқпай айтып жүрсіздер? Мысалы, ол бір мына жақтан тағы мына шоф жалғанған арты. Неғып қорқпай жүрсіздер? Так, мынау жалғанған. Енді бұл заводтағы жалғанғанмен сенікі бөлек дейтін болсаңыздар, ешқандай бөлек жері жоқ. Ешқандай ажырайтын нәрсесі жоқ. Бізде заводтағы контактный ұрғанмен біз оны ораны кемпимен ұрамыз, бірақ сол системамен жалғаймыз. Еш бәле болмайды. Мұны қазір полда бір жалғанған шоф, екі жалғанған, мұны үшеу. Машина жалғанған, бәрі жалғанып істеледі, ешқандай құймалы бір жерден шыққан емес. Өйткені мұны іштерін бәрі жалғанған, мына жалғанған. Жалғанған машина айдап жүрсіздер ғой, мысалы. Мұны да бөлек. Сол сияқты да жігіттер қорқатын түгі жоқ. Мына темірді екеуін бір-біріне жалғап қойған. Мысалы деп жатырмын да. Телевизорлер бәрі бөлек-бөлек болады. Қорқпаңыздар, мініңіздер, рахат мініңіздер болды. Ол бөлініп кетеді, шофер аяқта мен мына жақта алып кетемін деген тема жоқ. Ондай еш ойланбаңыздар. Мен оны қазір есіктен қойып көремін де қайтадан шешемін. Есіктен қойып көріп, мынаны бәрін белгілеп, сөйтіп шешіп қайтып істейтін боламыз. Кеше варт еткеніміз, мынаны да варт етіп қойдық, четкий қылып. Енді мынаны тазалайтын боламыз. Бірақ 0-0 болып келді, машина келді. Шелей волна болған жоқ, мына жерде кішкене бар екен. Оны споттерда шығарамыз. Кеше есікті қойсақ істей алмай қаламыз деп мынаны тащи етіп қойдық. Четкий қылып, әлі споттермен істеген жоқпын. Смазкасын сүртіп, споттерда мынаны жылтыратып әдемі қойымыз. Тура, қай жеріне қазір айтайын. Мына жерінде кішкене ямочкасы бар екен. Мына жерінде екі шетінде қалғаны. Четкий болып тұр. Мынаны алатын боламыз. Короче, бұның бір шеті қазір бүгін бачинасын бітетін болсақ, ар шетін істейтін боламыз. Бір шетін полный бітіріп алақ. Сосын кейін ар шетін өтетін боламыз. Мына өзінің орны. Мына жер как положен келіп тұр. Енді болгарканың тазына қалмақ мұнын. Жаман шүйіліп кетедім. Оның кішкентай лақтып тістен. Оны қалса жетеді. Андай бұрыштар бар ғой. Например, айтайық, андай сыймайтын бір бұрыштар бар. Соның үлкен тастар мұнан алам деп, мұнан алып жүреді. Мысалы, мынандай жерлерге кішкентай тастар керек болады. Қуыс жерлер болады ғой. Қуыс жерлер. Бірақ қазір осы жерден бүйтіп варт еттік. Оны орнынан тазалап қойдық. Бұрын варт етема, шпаклевка сүртема, бес шетінде сөйтіп не қойдық. Екі жерінде миятинасы бар екен, миятина оны былай қолмен бүйтіп кіріп қойған сияқты. Соны споттермен тартып шығаратын боламыз. Сол сияқты майда шүйде тасын соған алып қоямыз.
ата қалғанын бәрін лақтырып тастаймыз. Размерін алып қоймасақ, асып қоя берейік. Қазір заманауи машиналар. Кейбіреуінде изолента сары болады, кейбіреуінде көк болады, кейбіреуінде қара болады. Бұның бәрі бір түпте қарайды. Бұрын мен советский машиналарда мынандай болар еді. Мата сияқты да мына. Кейін мынандай болып кетті. Иә, мына сарысы да бар, жасылы да бар көрген болсаңыздар, енді электрикке көп уақыт болмаса, бірақ основной бізде қарасы істеледі. Осылар істеледі. Қазір мынаны болғаннан кейін мынаны істейтін боламыз. Оны кеше мынау ланжероның темірін алып келтіргенбіз. Оны тура осы жерге салатын боламыз. Шашкасын да ауыстырып тастаймын. Шашкасы да что-то келу қиын болды. Мына варт етіп тастасам болады. Просто контактын келмейді да. Сол үшін варт еткен жоқпын. Енді бүгін варт етіп тащит етіп тастаймын. Мына по контактын бәрін ұстап шығатын боламыз. А зазорына келетін болса, зазорына точка болып тұр. Мынаныкіде мына точно болып тұр. Басты аяғы да бәрі подлицо болып тұр мына, короче. Есіктерді. Ашетін кейін не алатын боламыз. Как положено, жігіттер положено қандай болған, сондай істеп отырмыз, сондай қылса. Алдына әлі уақыт бар. Бүгін уақыт көп кеткізбейік, тек қана варит етейік. Короче, варит ететінді варит еттік, ішінде поточный варит етіп шықтық. Әлі тач еткен жоқпыз, тек қана мынаны ғана тач еттік. Аш етінде тач етіп қойдық. Есік жабылып кетпесін деп қойғанымыз бар мына. Осы жерден варит еттік. Зор шықты бірақ. Зазорлар оқтай болды. Қазір несінде невелер артып қойдық, мынаны точно ұрып тұр. Так. Қай жерлер? Мына жерлерді мына. Центрін ұрып тұр, мынау екі ортасы ұрып тұр, короче. Болды осылай, ортасына ұрып тұр деген мағынаны білдіреді. Жігіттер, так, ар шетті, бер шетті екі үнікіні өлшеп көрдік, өлшеп көрдік. Енді багаж мына жерінде зазор өтті кішкене еді, жабысып қалған еді. Қазір зазор мощный болып тұр. Крылада багажның подлицо болып тұр. Бірақ мынау багажник бері қарай шығып кеткен екен. Мынау көрдіңіздер ме? Бер шеттен қарағанда мына көрініп тұр. Мына жері шығып кеткендігін. Оны қалу керек. Ар шеті де солай. Екінің размері бірді. Қазір мынау өзінің нормасында болса, мына алдына шығып кеткен болса, мен қазір бұны артқа қайтаратын болсам, зазор айнып кетеді. Бірақ бұда зазор кетпейді, анық. 100%. Өйткені мыналардың бәрін как положено қарасы ұрып тұр ғой. Көрдіңіздер ме, лазер? Мынаны орнына варит ететін боламыз. Ашылып қалған жерлері бар. Есіктің зазорлары, жоғарысы варит еткен. Короче, бұны бүгін құдай қаласа оң жағын бітірсек, ертең сол жағы, кейін алдындағы шашкасы бар, өте жұмысы көп екен. Масқара екен, осылай кетіп қойды мұны. Оны последний тартамыз. Негізі басында көрмеген, бұны стап жіберер еді. Мен варит еткеннен кейін тартсақ, мынау зазорына ешқандай әсері жоқ. Шашалдық бірақ. Светтен қараңыз, түспей қапты, грунтовканың светін бір-біріне ше. Так, говорил бедняк. Чашкасын қойып қойдық. Лазерға четко жалғанған жерлері. В общем, мынасыны алып тастадық екен, далаға тастап жіберміз. Шағы мынаны алып салатын боламыз. Мына ғой қысқасы. Осыны былайынан ізіне алып келеміз, өзінің ізіне бүйтіп салып. Мына қараңыздар, бұны ізіне түсетін болса, былайынан. Мынаныкі қанша? Негізі үшін жетіп керек былайынан. Мына бұлай жетіп тұрса, бір қолда қиын болып тұр. Мынау жетсе, мұнаныкі асып баратыр да. Алдын қараңыздар, анау жеді. Мұнаныкі де соған дұрыс келіп тұр. Бұны бұлай артқа қалу керек. Тура осылай. Жетпеген дүние жетпесін, ештеңе етпейді. Мұна артқы жағы, арт жағын бұлай қалып. Осылай варит ететін боламыз. Короче, бұлай болып тұр. Так, метрін алайық. Мұна нөмірі. Кімнің нөмірі алып қойық? Түсіп қалмасын. Так, мұна жерден алатын болсақ, 33 болып тұр ма? 23, ровно 23 болып тұр. Қай жерден осы жерден алдым ба? Мына жерден алатын болсақ, 23-ке қанша? 2 мм ма? 23 болу керек. 2 мм астына қарай түсірсек, 23 болады. Дұрыс па? Енді мынау екеуінде разница болып тұр. Екеуінде разница болып тұр. Қалай разница болып тұр десек, мынау 2 мм болса, мына 2 мм түсу керек емес, 2 мм, 3 мм көтерілу керек. Ол қалай? Мына сіздерге қазір бірдеңе айтайын. Мына қараңыздар. Мынаның үсті жағынан почти тиіп тұр, почти. Мынаныкі қанша бар әлі. Сол үшін мен айтып жатқаным, қазір 2 мм ештеңе өзгермейді, мен түсіретін болсам кішкентай разница береді. Мынаның арасында да разница болып тұр екеуінде де. Екеуінде қанша разница болып тұр? Примерно қазір айтып беремін сіздерге. Былайын болса, беске. Так.
Алтыға қояйық. 3 мм, мына қазір 5 мм болса, ана 2 мм-ны алып тастайтын болса, 3 мм разница болып тұр. Көрдіңіздер ме? 3 мм мынамен мына заводской. Жігіттер, қайға барсаңыздар, сол жаққа барыңыздар. Не десе, ой, заводской кім айтты? Допустимый 2 мм, 1 мм деп қояды. 3-4 мм-ге дейін несі бар? Допустимыйсы бар. Енді мынау ол өлшеп жатқаның не емес қой, негізі мынау барып келе береді десе, кім айтса да босатып көрсін, артына бүйтіп кіріп тұратын тесіктері бар. Точно келеді, мына точно қатады. Одан бөлек, мынаны мен жаңа өлшегенде, мынаны сверху үстіне ұрған кезінде, соның өзінде де разница беріп тұрады. Негізі, мына қазір точно болып тұр. Мынадан да өлшесек те болады. Телевизордың үсті жағынан да өлшесек, 3 мм ме, 4 мм разница болып тұр. Допустим, айтып жатырмын ғой. Ой, айта береді бәрі. Мынаны кеше алғам. Өзі іздеп таба алмай жатқан едім. Обратно да 4,5 мың теңге тұрады екен. Енді жазып кетіңіздер, осындай ақша тұра ма, жоқ па? Мына жақта болтмен қатады екен. Біреулер айтады, қымбаттап қойсын, 3 мың теңге тұрады дейді. Білмедім енді. Керек алдым. Соны мына өздеріңіз көріп тұрсыздар, 3 мм, допустим, тұр. Мына жалғанған жерлері бәрі. Құдай қаласа полный бітірдік былай айтқанда. Енді түсіргеннен кейін бір тағы зазорға қойып өтетін боламыз. Мына зазорларын турлап та. Өйткені по-любому түсірмегенше қазір грубо не қойдық. Мына жерден әлі тачит еткен жоқпыз. Мына жерін тачит етіп қойдық. Мына алдын тачит етіп қойдық. Алдын екен. Іштерін тачит еткен жоқпыз. Біреу мына жақтан кесілсе, екінші мына жақтан кесілді. Біреулер айтады, зигзаг кеспейді, кеспеп іштен. Бәле де қылмайды, бәле де қылмайды. Енді мынау сондай болып қалды. Мысалы мына жерден болса, еңгісі мына жерден. Жігіттер, бөлінемін деген машина бар ғой, былайынан да істесең бөлініп кетеді. Әркім әртүрлі. Енді мына шетін мына жамап қойған жеріміз. Ал жағы мына. Короче, мынаусы мынау. Білгішпектер көп қой, ақыл үйрете бер, нариыл. Енді қазір соны мынаны қояқ, варит етек, уақыт жоқ, короче. Қазір капоттарын екі қырларын қойып көрейік. Одан закон келетін болса, келу керек. Келетін болса, кейін мынаны тачит етеміз. Келесі қазір тачит етіп, кейін қырла саламыз. Сөйте салайық, иә? Екі жұмыс істемей. Мұны қайтадан шешем болмаса, мынаны аламаймыз ғой. Тачит етіп, кейін жинаймыз. Так, машинамыз құдай қаласа толығымен бітті. Зазорлары бәрі как положено.
Как положено отыр. Бешектерде бәрі как положено отыр. Жігіттер, бұл машина мен кәрдетім болды. Қос машинаны бітірген не деген уақыт кетті. Айтайын ба? 10 күн уақытым кетті. 10 күн уақыт кетті. Бәрін салып көрдім орнына. Бәрі келіп тұр. Мына жері кішкене ашылып тұр. Ішінде кнопкасы былай қату керек па? Осы. Так, несі? Крылодан бұлып тұрау деп қоям. Өйткені болу мүмкін емес. Мынау бүйтіп көтерсе де не алмай жатыр. Осы нормасы осы болып тұр. Енді тағы көреміз ғой. Енді бұл оң іші қалып кетпейді. Просто сіздерге түсіріп жатқаным. Так, жігіттер бәрі четко келіп тұр. Мынасы да четко келіп тұр. Тек қана осы жері. Енді көреміз оны. Так, мына есігі. Бітті қазір енді ходовой частарын бәрін жинасам түсіп тастайтын болады. Құдай қаласа. Не дейміз басқа? Басқа айдарымыз жоқ. Тек қана малярка істететін болады. Бактың крышкасы ашылып жабылып тұр. Мынаның крышкасы ашылып жабылып тұр. Оны сазоры, Құдайға шүкір, законы болып тұр. После обеда қазір мынаны шығып спотермен бір-екі жерден тұрла жүреміз. Бұл машина дайын, короче. Не деймін, мынаның ішінде қататын несі жоқ екен, сынып кеткен екен. Шөбімен бірге тұр екен, сонымен бірге қатадым. Капоты жұмсақ ашылып жабылып жатыр. Көрдіңіздер ме, қандай бір оқтай болды. Мына жерлерін бәрін по контактын алыстырғам, екі шетінде, ар шетінде, бер шетінде. Жақында тақшыма. Ішіндегі мынау ауыстырдым. Қай жерден кетті мына? Тура осы жерден, тура нерден. Мына осы да ауысты. Ауыспаған нәрсесі қалмады, короче. Енді кузов былай айтқанда, кузовы былай айтқанда жарамсыз еді, соны жараттық, короче. Мына маған ше, капоты подсамнение болып кетті да. Или өзім болды ма? Бәсе, бүйтіп саусақпен басамай жатқан екенбіз да. Короче, бамперін қоятын болсам, оның пайдасы да жоқ. Өйткені бамперлер четко келеді. Алды решеткілерін салуым керек та, болмаса келмейді, алғыш салғысы болып мынандай болып. Короче, бұны единственный ұстап тұратын облицовка болады. Ходовой частында. Мынасы шығып кеткен, қатыруымыз керек. Мынасы жарамсыз, короче. Бізге вилка әкеліп беретін болса, вилкасын саламыз. Мына айтпашта осы жерден былайына бар дедік. Ешқайғы үзіліп кетпейді, қалып кетпейді. Жігіттер, не машинасы десем комментарияда бүйтіп жазады ғой. Бөленіп кетеді, үйтіп кетеді. Экспертсіздер ма? Или төпсіздер ма? Анау алдын көретін. 10 жыл алдын көретін адамдар болған. Тура сол сияқты болсаңыздар мақұл екен. Енді мақұл олыс бәрі бітті. Құдай қаласа бәрі уровень шықты. Бұдан кейін келетін машинамыз Hyundai Mufasa деген машина бар. Баковода. Жігіттер, Баководан по-любому қиындау болады, қымбаттау болады. Ой, басымай. Сау болыңыздар, жазылып кетіңіздер. Мына соңға дейін көрген адамдарға мына подарка. Нөмірін көп іздейді жігіттер. Нөмірін көп іздейді. Көзінің шактив мастер. Ол екінші нөмірім. Ол енді сіздерге мынау личный өзімнің нөмірім. Жігіттер, аман болыңыздар. Лайк, комментарий обязательно подписка басып кетіңіздер.